Баршаңызға сәлем. Мен бүгінгі видеода сіздерге second conditional тақырыбын түсіндіремін. Second conditional дегеніміз шартты сөйлем дегенді білдіреді, яғни екінші шартты сөйлем. Second дегеніміз екінші деген мағынаны білдіреді. Екінші шартты сөйлем бізде екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі өткен шақ болса, екінші бөлігі өт көмекші етістігі арқылы жасалады. Жасалу формасына тоқталайық. Бірінші бөлігінде, яғни if бөлігінде бірінші if, содан соң past simple, бұл бірінші бөлігі, содан соң үтір қойылады, сөйлемнің екінші бөлігі басталады. Would және қосылған be инфинитив. Be инфинитив дегеніміз, негізінен жалаңаш деп аударылады, яғни етістіктің жеке өзі тұрған түрі. Енді мысал келтіріп көрейік. If she had a computer, she would send him an email. Егер олда компьютер болса, ол оған email жіберетін еді. Тағы бір мысал келтіріп көрейік. If I were you, I would eat lots of vegetables. Егер мен сен болсам, яғни егер мен сенің орныңда болсам, I would eat lots of vegetables. Мен көп көкөніс жейтін едім. Ал енді ереже құрастырып көрейік. Second conditional мүмкін емес, немесе мүмкіндігі аз, сенімсіз іс-қимылдарды осы немесе келер шақта айтқанда қолданылады, және біреуге ақыл кеңес айтқанда қолданылады. Ал енді жақсылап түсіну үшін тағы да екі мысал келтіріп көрейік. If I had time now, I would go to the theater, but I'm busy. Егер менде қазір уақыт болса, мен театрға баратын едім, бірақ мен бос емеспін дегенді білдіреді. Келесі мысал, If I were you, I would go to the doctor. Егер мен сенің орныңда болсам, мен дәрігерге баратын едім деп аударылады. Яғни осы If I were you деп басталатын сөйлемнің барлығы ақыл кеңесті білдіріп тұр. Міне достар, бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Менің видеомды тамашалағаныңызға рахмет. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.